Көптеген адамдар лавр жапырағын сорпалар мен бұқтырылған тағамдарды аспаздық шөбі ретінде қолданады, бірақ ол емдік шөбі ретінде де ғасырлар бойы танымал болды. Лавр ағашы Оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өседі, ал Қара теңіз маңында елдер мен қолдан өсіріп бау-бақша өнімі ретінде қолданады. Лавр ағашының жапырағы қарағай мен шырша сияқты мәңгі жасыл. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Биіктігі 25-30 метрге дейін жетеді. Гүлі мамыр-маусым айларында ашылып, жемісі қарашада піседі. Жемісі сүйекті қара-қоңыр болып өседі. Жемісін күзде жинайды. Лавр жапырағынан дәрі-дәрмек жасалады. Емдік қасиеті өте мол. Оны халық емшілігінде қолдануға болады. Солардың кейбіреуіне тоқталып өтейік. Суық тиіп қатты жөтел қысқанда, лавр жапырағының 2 данасын алып, 1 стақан суға салып, үстінен 1 қасық ас содасын салып, 15 минут қайнатады. Қайнаған соң 1 қасық бал қосып жылыдай ішеді. Ішер кезде лавр жапырағын алып тастайды. Міндетті түрде жылыдай ішу керек. Бұдан жөтел тоқтап, қақырығыңыз шыға бастайды. Көз бұлшықтанып түйіліп ауырғанда 4 дана жапырақты ұнтақтап, жарты стакан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзі жуады, бірақ ішуге болмайды. Құлақ ауырып ішінен әрең су аққанда, лавр жапырағын ұнтақтап, қайнап тұрған 1 стақан суға 1 ас қасықпен салып, 2 сағаттай бұқтырады. Сонымен құлақты жуып, ішіне аздап тамызады. Тігішек шыққанда, лавр жапырағының 10 талын алып ұнтақтап, 1 стақан қайнап тұрған суға 1 сағат бұқтыру қажет. Соны дәкеге сіңдіріп арттан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. Сусамыр ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап, 3 стақан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет, әр жолы 3 ас қасықтан ішеді. Буын салдырлеп ауырғанда 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс мағын құйып, 10 күн тұндырады. Осыны сығып, басқа ыдысқа құйып алады да ауырған жерде сылап орайды. Аяқ пен буындарда шошайып шыққан түйіндерді жазу үшін лавр жапырағының 5 талын ұнтақтап, 100 грамм мүсәтір спиртіне салып, түрі қоңырқай тартып өзгергенше қояды. Дайын болған соң түйіндерге жапсырып сықылайды. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін лавр жапырағының 5 талын алып, жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сызылған осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып ішеді. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы.